2020 жылы Евразиялық экономикалық одақ елдерінен тауарларды әкелу және әкету кезінде тауарларға ілеспе құжаттар енгізу жөнінде пилоттық жоба іске қосылған. Бұл салықты әкімшілендіру процестерін автоматтандыру және цифрландыру шеңберінде қолға алынған болатын. Пилоттық жобаның оң нәтижелері ескеріле отырып, 2023 жылғы 10 ақпаннан бастап астық пен дәнді дақылдардың жекелеген түрлерін импорттау және экспорттау кезінде тауарға ілеспе құжаттар рәсімдеу міндеттеледі. Басқа тауарлық позициялар бойынша тауарларға ілеспе құжаттар міндетті түрде пилоттық жоба аяқталғаннан кейін 2023 жылғы 1 сәуірінен бастап күшіне енеді. Бұл ретте Евразиялық экономикалық одақ елдерімен өзара сауда қатынастарында экспорттық-импорттық операцияларды жүзеге асыру кезінде тауарларға ілеспе құжаттардың міндетті түрде рәсімдеудің мерзімдерін кейінге қалдыру қарастырылмаған. Сонымен қатар 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап жалпыға бірдей декларацияға көшудің екінші кезеңі басталды. Осы кезеңде мемлекеттік мекеменің қызметкерлері мен олардың жұбайлары, сондай-ақ квази-мемлекеттік сектор субъектілерінің қызметкерлері мен олардың жұбайлары үшін декларация тапсыру көзделеді. Бірінші декларация 250 нысан салық есептілігі бойынша тапсырылады. Ол активтер мен міндеттемелер туралы декларация деп аталады. Ал келесі жылдары жыл сайын кірістер мен мүлік туралы 270 нысан декларацияны ұсыну қажет болады. Декларацияларды электронды түрде берудің бірнеше әдісі бар. Мемлекеттік кірістер комитетінің веб-порталы арқылы ұсынуға болады. Сондай-ақ Жезқазған қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы бақылау касса машинасы чектерін тұтынушының талабы бойынша мемлекеттік тілде беру қажетті екендігін де хабарлайды. Аталған өзгерістер саладағы қарқынды жұмысқа тың серпін болады деп күтілуде. Мұқағали Сейітқазы, Мейіржан Мырзахмет, Ұлытау телеарнасы.